Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Не бәрі 4 заттан тұрады, және де өте тойымды, дәмді болып шығады. Бізге керегі 2 жұмыртқа, қияр, қызанақ, шұжық және де көк жуа керек болады. Ең алдымен осындай ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, ішіне кішкене ғана тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқаларымызды 2 бөліп, осындай арнайы блинчик пісіретін табаға 2 бетін қызартып қуырып аламыз. Осы 2 жұмыртқамыздан бізде 2 блинчик шығады. Осы жұмыртқалы блинчиктеріміз суығанша біз шұжықты жайлап турауды бастаймыз. Шұжықты осы видеода көріп тұрғандарыңыздай соломка етіп, яғни сопақша етіп тураймыз. Бұл жерде мен үлкендеу бір тәрелке шығатындай етіп салат жасап жатырмын. Егер де сіздер көп қонақ күтіп, қонаққа жасайын деп жатсаңыздар, онда осы заттарды 2 есе, 3 есе көбейтіп жасай бересіздер. Мына жерде жаңағы жұмыртқадан жасалған блинчигіміз суыды. Осылай орап, оны да соломка етіп турап аламыз. Келесі кезекте қиярымызды алып, оны да соломка етіп тураймыз. Достар, менің каналыма өтіп, басқа да салаттардың, түрлі тәттілердің, торттардың рецепттерін көре аласыздар. Ол үшін осы видеоның астында подписаться деген кнопканы бассаңыздар, бірден менің каналыма тіркеліп аласыздар. Ең соңында қызанақты да соломка етіп, сопақша етіп турап аламыз. Енді осы сарымсақты алып, күштен өткізіп, салатымызға қосамыз. Үстінен майонез салдым. Сіздер қаймақ қоссаңыздар да бола береді. Және де сарымсақ ұнатпайтын болсаңыздар, сарымсақ қоспасаңыздар да дәмді болып шығады. Енді көк жуамызды майдалап турап, оны да салатқа қосып аламыз. Негізінен салатты осы күйі дастарханға ұсынсаңыздар да өте әдемі болып тұрады. Және де кейіннен дастарханға қойғаннан соң барып араластырсаңыз да болады. Бірақтан мен бірден араластырып, тәрелкеге салып, қазір көрсететін боламын. Жақсылап араластырып алыңыздар. Міне біздің салатымыз дайын болды. Негізінен жаңағыдай жұмыртқалы блинчиктер дайындауға 1-2-3 минут қана уақытыңыз кетеді. Ал былайша салаттың өзі 5-ақ минутта дайын болады. Оны өздеріңіз видеодан ақ көрдіңіздер. Және түрі өте әдемі, дәміне сөз жоқ, керемет, ерекше болып шығады. Сіздің қонақтарыңызға да, үйшілеріңізге де ұнайтынына мен сенімдімін.